Хайырлы таң, көрермендер. Мен доктор Raati Ramaswamy, Apollo Secunderabadтан. Бүгін біз ең жиі жасалатын операциялардың бірі жатырды алып тастау немесе гистерэктомия туралы сөйлесеміз. Алдымен айта кетейін, гистерэктомия әйел үшін ең соңғы шешім болуы керек. Жатырды алып тастамас бұрын ол қан кету мәселесіне миомбаға, аналық без кистасына байланысты барлық балама жолдарды қолданып көруі тиіс. Әсіресе, егер сіз 40-қа толмаған жас әйел болсаңыз, жатырды алып тастау туралы ойламаңыз. Шын мәнінде бұл басқа ешқандай жол қалмаған кезде ғана ең соңғы анал болуы керек. Неде солай? Айта кетейін, аналық бездер әйелдер үшін ең маңызды гормондар эстрогендер, прогестеронда және аздаған тестостерондардың көзі болып табылады. Аналық бездер менопауза кезінде өшеді. Бұл шамамен 46-дан 55 жасқа дейінгі аралықта болады. Бірақ егер жатырды 40 жасқа дейін алып тастасаңыз, аналық бездер ертерек өшеді. Неге? Себебі аналық бездің және жатырдың қанмен қамтамасыз етілуі кейбір аймақтарда өзара тығыз байланысқан, ал жатырды алып тастағанда аналық бездердің қан айналуы. Сондықтан аналық бездер ерте өшуі мүмкін, немесе оларда кисталар пайда болуы мүмкін. Сол себепті, құрметті көрермендер, 40 жасқа дейін жатырды алып тастау туралы, егер мүлде басқа амал қалмаса ғана ойламаңыздар. Тіпті 40 жастан кейін де жатырды алып тастамай тұрып, гистерэктомия, кольпоскопия, гормоналды терапия сияқты көптеген балама әдістер бар. Жатырды алып тастау ең соңғы ойлайтын нәрсеңіз болу керек. Дәрігер басқа балама жоқ, тек жатырды алып тастау керек десе ғана гистерэктомияны қарастырыңыз. Рахмет, достар.